Құрметті күнделік, мен өзімді таныстырып кетейін. Менің есімім Мия. Мен Астанадан Алматыға көшіп келе жатырмын. Не себепті? Себебі әкем 2 ай бұрын авариядан қайтыс болды. Енді мен Астананы жек көремін. Сол үшін мен Алматыға көшіп келе жатырмын. Енді жаңа өмір бастаймыз деп мен және мамам, сіңілім Лейла үшеуміз көшіп келе жатырмыз. Қызым, не істеп жатырсың? Ешкімге жай сурет салып жатырмын. Ха-ха, ручкаңды алып алдым. Қайтар, сен істеліп тастайсың, әкел. Ой, қалаға да жетіп қалыппыз ғой. Уже келдік па? Иә, заттарымызды түсіре берейік. Қане. Әрең дегенде түстік қой. Мына заттар неге ауыр? Мына коробканың ішінде сонша не бар? Енді үйдегі керек заттардың бәрі осының ішінде. Болды, енді такси ұстап алайық, сосын үйге кетейік. Айтпақшы, қандай үй? Айтып едім, ұмытып қалдым ба туысқанымыздың үйі? Ал міне осы үй. Мәссаған, қандай әдемі? Я, өте үлкен екен. Мәссаған. Қаланың тура центрінен осындай үй болғаны қандай жақсы. Қане, заттарымызды орнына қояйық. Я. Ой, мама, гүлді де алып келгенсіз бе? Гүлді қатты жақсы көресіз ғой, дейме? Я, әрине жақсы көремін. Не, коробканың іші де пустой болды. Я, болды. Енді лақтап жіберу керек. Қарным ашып кетті. Мәссаған, холодильниктің ішінде тамақтары дайын тұр ғой. Онда туысқандарым ішіне салып кеткен ғой, көмек ретінде. Не де болса жақсы болды. Қарнымыз ашып тұр еді, бір нәрсе қорып жеп алайық. Я, картошка қорайық. Осы квартирасы өте әдемі екен, иә? Я, өте әдемі. Бірақ біз бұл жерде мәңгі бақи тұрмаймыз ғой. Неге? Енді біз өзіміз ақша жинап, басқа квартираға тұрайық. Енді туысқанымыздың квартирасы екен деп, мәңгі бақи тұрған ұят емес пе? Я, дұрыс айтасыз. Мен бұл жерде мәңгі бақи тұрғым келеді. Жоқ, болмайды. Сен келмей жатып, уже планшет көріп жатырсың ба? Жоқ, жай. Мұны көрмеймін. Жарайды, тамақтан жеңдер. Әкел бер планшетті. Қазір тамақ үстінде көруге болмайды. Жарайды. Мама, айтпақшы, сіз қандай жұмысқа тұрасыз? Көремін, енді рестораннан администратор болып жұмысқа тұратын шығармын. Жарайды. Онда Лейланы Сәдикке береміз бе? Я, Сәдикке беру керек. Мен жұмысқа кетсем, сен мектебіңе кетсең, бұған кім қарайды? Үйдің талқаны шығарады ғой біз жоқ кезде. Жоқ, Сәдикке барғым келмейді. Үйде тыныш отырамын. Жоқ, саған Сәдикке бару керек. Айтпақшы, мектеп демекші, мен қай мектепке көшемін? Алдында туысқаннан сұрағанмын, осы жақта мектеп бар ма деп. Жақын жерде мектеп бар деген, соған барасың. Жарайды. Мүмкін мен де жұмысқа тұрамын? Жоқ, қызым, саған әлі ерте. Сен әлі қаланың ішін білмейсің. Неше түрлі адамдар бар. Жарайды. Так, онда мен шешіп болғаннан кейін барып жұмысқа тұрайын, жұмыс іздейін. Қандай ресторандар бар осы жақта, жақын жерде. Сонымен қоса сенің мектебіңе де барып келейін. Сөйлесіп, құжаттарымды өткізіп дегендей. Жарайды, түсінікті. Біз Лейла екеуміз үйде қаламыз. Мен әпкемен бірге қалғым келмейді. Сіз жоқ кезде маған тиісе береді. Жоқ, мен саған тиіспеймін ғой. Неге өтірік айтып жатырсың? Өтірік айтпа. Жарайды. Кеттім.
жаңа жұмыстарын жасауым керек. Давайте. Ал мен кеттім. Үйде талқындамай, быт-шытын шығармай тыныш отырыңдар. Төбелеспеңдер. Үйді сыртынан құлтап кетемін. Пока. Неге ырбыңдап отырсың? Тез шайын іште тұр. Жинастыруым керек үйдің бәрін. Сәлеметсіз бе? Сіздерге жұмысқа тұрайын деп едім. Кім болып жұмысқа тұрайын деп едіңіз? Бізде официант керек. Администратор болып. Жоқ, келе салсын, мен администратор бола алмайсыз. Жарайды. Сәлеметсіз бе? Мен жұмысқа тұруға келдім. Қандай жұмыс бар? Вакансия? Өкінішке орай, бұл жерде роботтар ғана жұмыс жасайды. Жарайды. Мен сіздерге жұмысқа орналасайын деп едім. Жарайды, әрине, бізге ыдыс жуушы керек. Жоқ, ыдыс жуушы бола алмаймын. Кассирша керек. Жарайды, онда болып көрейін. Сәлеметсіз бе? Я, не болып қалды? Мен қызымды осы ертең келем десе, ертең келсін. Жарайды, айтам. Ертең келуі мүмкін. Так. Қыздары, мен келдім. Қазір. Я, мама, сонымен не істедіңіз? Бір жұмыс таптым. Енді сенің мектебіңе де барып келдім. Ертеңнен бастап бара берсең болады деді. Ертеңнен бастап па? Жарайды. Онда кешкі асымызды ішіп алайық. Қызым, қане тұра ғой. Мектепке баруың керек. Мектепке? Иә, қызым, ұмытып қалдың ба? Ертеңнен бастап келе берсең болады деген. Жарайды. Жуынып алайын онда. Жарайды, онда шайыңды жасап қояйын. Өте дәмді сияқты. Қане, ас болсын, жеп ал. Кейін мектепте қарның ашып отырасың. Жарайды, жеймін. Жарайды, мен кеттім. Жарайды, қызым, жолың болсын. Бүгін күн жақсы өтсін. Жарайды, рахмет. Кеттім. Иә, дұрыс айтасың. Айтпақшы, балалар, сендердің сыныптарыңа бізде жаңадан оқушы келді. Есімі кім? Мия. Мия деген есім бар ма не? Бірінші рет естіп тұрмын. Иә, бар ғой, естімегенсің ба? Қош келдің, сені қуана қарсы аламыз. Иә, қане орныңа жайғаса ғой, кейін өздерің керек болса танысып алыңдар. Сәлем, қалайсың? Менің есімім Лу. Лу, сәлем, өте әдемі есім екен. Сәлем, қалайсың? Ей, неге оған сөйлеп жатсың? Сен менің жігітімсің ғой? Сәлем, менің есімім Дара. Сәлем. Балалар, тынышталамыз. Мені Мұстафадан басқа ешкім тыңдап отырған жоқ. Барлықтарың сөйлесіп отырсыңдар. Қоңырау болған кезде өздерің танысып аласыңдар. Қазір сабақ айтамыз. Так, қоңырау болуына 1 минут қалды. Уже 1 секунд. Лу, мен саған айттым ғой, телефонын таста деп. Сабақ бойы ұстап отырсың. Келесіде көрсем ал баламын. Кешірім сұраймын, ағай. Ал жарайды, балалар, сау болыңдар. Сау болыңыз. Әрең дегенде қоңырау болды ғой. Сәлем, қалайсың? Жақсы. Жаңағыны сұрадың ғой. Жай, мен сұрай берем ғой. Сен қай жерден келдің? Мен Астанадан көшіп келдім. Астанадан? Мен де бұрында Астанада тұрғанмын. Мәссаған.
Эмне үчүн көчүп келдим бул жерге? Бул жерде айтарлыктуу эч кандай кызык жок. Алматы өте кызык кала, мага унайт. Енді именно осы сыныпқа көшіп келу керек па? Басқа миллион сынып бар ғой. Мән берме, ол сондай ашуланчак және кызганчак. Кім көрінгеннен жігітін қызғанады. Егер қызы бар болса, неге анау маған олай қарап тұр? Ой, ол бәріне солай қарайды, мән берме. Жарайды қыздар, қазір қандай сабақ? Қазір қазақ тілі. Айтпақшы, дәретхана қай жерде? Жүр көрсетеміз. Әдемі қыз екен, иә? Қызың көрсе өлтіреді ғой сені. Міне, мектебіміз осындай, саған бәрін таныстырдық. Ал қазір қанша минуттық қоңырау? Бірінші сабақ болғаннан кейін 10 минуттық. Саған күшті. Мектебіміз қалай екен, ұнады ма? Нормально. Мен Астанада оқыған кезде мектебім бұдан да үлкен еді. Мен Астанаға барғым келеді. Күшті шығар сол жерде тұрған, иә? Иә, жақсы. Мен сенің орныңда болсам, вообще көшпей сол жақта оқитын едім ғой. Жарайды. Кеттік, қоңырау болды. Иә, сәлеметсіңдер ме, балалар? Нағыз кім? Мен жаңадан келгенмін. Бәсе түрің таныс емес. Есімің кім? Мия. Миясы несі? Ондай ат бар ма? Иә, бар ғой Мия деген ат. Жарайды, қазақша ат қойсаңдар болады ғой тегі. Бүгінгі күн жазамыз, сабағымызды айтамыз. Жарайды, рахмет. Міне, сен сұраған клубничный. Маған шоколадный. Иә, қыздар, өздерің жайлы айтып кетсеңдерші, мен жайлы сұрай береміз ба? Менің атым Лу, жасым 12-де. Не айтсам екен? Мен сурет саған жақсы көрем. Сосын мен клубничный мороженое жақсы көрем. Маған клубниканың бәрі ұнайды. Ал мен жайлы айтатын болсам, мен есімім Дара. Жасым тоже 12-де. Бірақ маған сурет салу ұнамайды, себебі мен сурет сала алмаймын. Маған би-билеген ұнайды. Күшті. Содан соң олар уақыттарын өте көңілді өткізді. Мен неге келдім? Кім бар? Үйде ешкім жоқ қой. Лейланы садикке алып кетсе, мамам жұмысқа кетсе, үйде ешкім жоқ. Қызым, біз келдік. Қызым, біз келдік. Не істеп жатсыңдар? Енді тұрғанмын ғой. Кішкене ұйқым келіп, кешке шейін ұйықтадым де, жарайды. Қарным ашып кетті, тамақ ішкім келіп тұр. Жарайды, жасап берем. Ал қызым, бүгінгі күнің қалай өтті? Бүгін күнім өте жақсы өтті. Жақсы мектеп екен. Сыныптастарың қандай екен? Құрбы тауып алдың өзіңе? Иә, сыныптастарым жақсы. Бірақ екі құрбы тауып алдым. Ой, жарайсың қызым, молодец. Мен де айтайыншы. Иә, сенің күнің қалай өтті? Бүгін садикке барғанда бір жігіт тауып алдым. Жігіт несі? Неге күлесіңдер? Шынымды айтып тұрмын ғой. Жарайды, өзің білші. Кейін өскен кезде өзіңе айтсам, өзің де күліп өлесің. Білмеймін, күлмейтін шығармын. Ал сіздің күніңіз қалай өтті, мама? Бүгін мен жұмысқа бардым, әрине. Жақсы жер екен, бұлай жұмыс істегенге жақсы. Ал айлығы қанша екен? Енді бас жағында енді әрине аздау болады, кейін жұмыс жасай келе өзі өседі. Сабағын жасадың ба, қызым? Иә, қазір жасаймын. Так. Мия, қайдасың? Иә, қызым. Мия қайда кеткен?
Мия, қайдасың? Қызым? Так, кішкене осылай бөлмемде жата тұрайын, одан кейін маскамды алып тастаймын. Мия, қызым? Мама, не болды? Уф, қызым, жүрегімді ұшырдың ғой. Мама, мені танымай қалдыңыз ба? Иә, танымай қалдым. Маскаңды шешіп таста дедім ғой, онда тақпа дедім түнде. Енді керек қой, ход жасау керек қой. Не болды, бір нәрсе болып қалды ма? Саған не үшін келгенімді де ұмытып қалдым ғой. Ана ыдыстарды жуып қой дегенім ғой. Ертең мен ерте тұруым керек, сағат 6-та. Мына ыдыстарды жуып қойшы, мен шаршап тұрмын. Иә, әрине, жинап қоям, жуып қоям. Қайырлы түн онда, мама. Осыдан кейін қалай қайырлы түн болады? Маған мына суреттер мүлдем ұнамайды. Мүмкін басқа суретке ауыстырып қоямын. Жарайды, мамама айтып көрейін ертең таңертең. Мыналарды алып тастау керек. Мынау не? Мәссаған, қандай әдемі. Мүмкін бұл бриллиант шығар. Сонда бұл қаншама ақша? Және бұл кімдікі екен? Бұл жерде не үшін жатыр? Бұны мамама айтуым керек, бірақ қазір емес, себебі ол шаршап ұйықтап қалды. Ертең таңертең айтып көремін. Мәссаған. Біз енді баймыз ба? Онда тым жақсы болатын еді. Ал қазір ұйқым кеп тұр. Так, мен қызымды оятуым керек. Одан кейін Лейланы садигіне апарып тастасын. Мен енді кеш келем ғой. Мына ақшаның жетіспегеніне, иә. Ақша болмаса ештеңе жасай алмайсың. Балаларды тасырауым керек. Мия, қызым. Мия, қызым. Анашым, не болды? Мен қазір кетуім керек. Кейін, өзің тұрғаннан кейін, сіңлімді мектепке апарып тасташы, иә ма? Жарайды. Сосын ұйықтап қалма. Осы жарайды деп тұрмасаң, мен оята алмаймын, мен кетуім керек қазір. Қызым, мынау не? Мәссаған. Бұны мен тауып алдым, мына жерде жатыр екен. Қалай тауып алдың? Кімдікі бұл? Картиналарды алып тастайын дегенде сол жерде мына жерде тұр екен. Мәссаған, бұл деген қаншама ақша? Бірінші мен туысқандарымнан сұрауым керек. Солардікі емес пе екен? Не дегенмен біздің үй емес қой, солардың заты болып қалуы мүмкін. Жарайды, бірақ та оны өзімізге қалдырған дұрыс қой. Өзімізге де ақша жетіспей жатыр еді. Жарайды, кейін сөйлесіп көрейін. Мынаны мен пока что алып кетемін. Сендер әйтпесе жоғалтып қоясыңдар. Сосын ұмытып кетпе жаңа айтқандарыңды. Жарай ма, қызым? Жарайды. Бұл не екен өзі? Бриллиант болса қаншама ақша? Біздің бір жылымызға да жететін еді осы. Лейла, тұрсаңшы. Лейла, садикке баруың керек, тұр. Бармаймын, ұйқым кеп тұр. Оята бермеші мені. Неге сөз тыңдамайсың сен? Мен сені әпкемін, болды, жүр кеттік. Жоқ, мен ұйқым келіп тұр. Садикте ұйықтайсың ғой онсызда. Саған кім қарайды мына үйде мен болмасам? Болды, тұрсаңшы. Сен обязательно ұру керек па? Мен мектебіме кешігетін болдым, сені оятам деп. Ұстамашы, өзім де жүре алам. Жүр, жүгінуім керек. Жүгінсаңшы енді. Бойым жетпейді. Не қыл дейсің? Сонымен мені күнім осылай қарапайым болып өтті. Әрине кейін құрбыларыммен бірге уақыт өткіздім.
Мәссаған, мына пакеттің ішінің бәрі ақша ма? Иә, әрине қызым. Жаңағы сен берген бриллиантты өткіздім, кейін ол осыншама ақша шықты. Мәссаған, біз енді баймыз ба? Иә, қызым, солай десе де болады. Солай біздің өміріміз жақсарды және де біз жаңа квартира сатып алдық. Ұнады деп ойлаймын, сау болыңдар.